Bir қожайынның ешкісі орманнан жаңғақ теріп жегенді ұнатады екен. Бірде жаңғаққа бара жатқан ешкінің алдынан аш қасқыр шыға келді. Қайда барасың? Мен жаңғағын жеуге бара жатырмын. Жаңғақ еттен дәмді ме? Әрине, бірақ жолда бір шұңқыр бар. Оны өте алмасақ, емен жаңғағын жей алмайсың. Қасқыр ешкіге ілеседі. Қасқыр шұңқырдан секіріп өткен боп құлап түседі. Ертеңіне ешкінің жаңғақ тамқурай дәм-дәмді деген сөзіне сенген дайын да сол шұңқырға тап болады. Үшінші күні жаңғақ қабаттан дәмді дегенге сенген даян да сол шұңқырға құлап түседі. Төртінші күні ешкі аш түлкіні көріп, оған да орманға жаңғақ жеуге бара жатқандай. Сонда жаңғақ тауық етінен дәмді ме? Әрине, бірақ жолда бір шұңқыр бар. Оны өте алмасаң, емен жаңғағын жей алмайсың. Түлкі де ешкіге еріп келе жатып, шұңқырдан секірген кезде туып етіп құлап түседі. Жан-жағына қарап, шұңқырда қасқыр, аюк, қоян да орнынан келеді. Біраздан кейін айыпкер түлкі қолға басады. Аштан мұратылып отыра жүргенше аюды жеп алайық. Түлкінің сөзін естіп, зәре-құты қалмаған аю шұңқырдан ыршып шығып кетеді. Енді қоян екеуміз қасқырды жейміз. Деді түлкі алақан ысқылап. Ала-қалақ кеткен қасқыр да шұңқырдан бір-ақ тартылды. Енді мен сені жалғыз жейтін болдым. Деді түлкі қоянға қарап. Қорқып кеткен қоян да шұңқырдан ыршып шығып кетеді. Жалғыз қалған түлкі әрлі-берлі секіріп көргенмен онысынан түк шықпайды. Бір мезгілде шұңқырдың жанына өсіп тұрған ағашқа келеді. Ағаштың басында саршымшық ұя басады. Саршымшық, сен әдемісің, маған бұтақ тасташы. Ей саршымшық, маған бұтақ тасташы, әйтпесе балапандарымды өскен кезде бәрін жеп қоямын. Саршымшық түлкінің сөзін естіп, шошып кетеді де бұтақтарды шұңқырға басып, үйіп тастайды. Енді түлкі бұтақтарды басып, шұңқырдан оп-оңай шығып кетеді. Саршымшық, ешкі тұратын ауылда маған тауық әкеліп берші, әйтпесе балапандарымды ағашқа өрмелеп бәрін жеймін. Саршымшық жайында мені қалмай, ешкі тұратын ауылға қарай ұша жөнелді. Үйдің шарбағына отырып алып, шыққылықтан жылады. Тауға кеп берші, ешкі өтінем. Басқа амал жоқ құтылатын түлкіден. Кетем, деді балапандарымды жеп мен. Түлкі де қақпаның түбіне келіп күтіп жатыр. Ешкінің иесі саршымшықтың әнін естіп, қабаған етін шынжырдан босатып жібереді. Түлкі орманға қашып кеткенше, оны бірнеше рет қуып алады. Достар, үйірімді болайық. Қуыршақ театрының кейіпкерлері. Түлкі рөлінде Маликова Малика. Қасқыр рөлінде Ожан Нұрдәулет. Қоян рөлінде Тыныш Айым. Саршымшық рөлінде Себек Әсия. Ешкі рөлінде Ондабай Ақкенже. Аю